дүниеде ештеңе теңестірілмейтін білім бұлағының көзі. Ғасырдан ғасырға адамзат тарихының керуенін сүріндірмей әкеле жатқан шырағы биік, парасаттылық пен біліктіліктің, білімділіктің киелі ордасы. Кітапхана оқырман үшін үлкен тәрбиелі мектеп, сансыз сұрақтардың жауабын табуға болатын сиқырлы да киелі орда. Ендеше осындай киелі орданың бірі Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп гимназиясының кітапханасының жұмысымен өздеріңізді таныстырып өтсек дейміз. Сәлеметсіздер ме? Біздің Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп гимназиясына қош келдіңіздер. Мен осы мектеп гимназиясының кітапханашысы, есімім Дәуірбаева Алина Аманғалиқызы болады. Бүгін мен сіздерді өзімнің мектеп кітапханаммен таныстырып өтсем деймін. Ал ендеше сіздерді негізгі кітапханамыздың інжу маржаны болып табылатын кітап қорымен таныстырып өтсем деймін. Мектебімізде 45932 кітап қоры бар. Оның ішінде оқулықтары 24505, қазақ тіліндегі кітаптар саны 21974, ал 15176 көркем әдебиеттер құрайды. Бүкіл кітапханамыздағы кітаптар, көркем әдебиеттер, оқулықтар осы сөрелерде орналасқан. Сонымен қатар кітапханамызда алфавиттік және жүйелі каталогпен жүйелі түрде жұмыс жасаймыз. Кітапхана қорындағы әрбір кітаптың карточкалары алфавит бойынша алфавиттік каталогта орналасса, ал жүйелі каталогта екінші бөлім жаратылыстану бөлімі бойынша басталып, 92-ші бөлім бойынша аяқталған. Кітапханамыздың әрбір оқырманына оқырмандар формулярын арнадық. Оқырмандар формулярлары бізде сынып бойынша және мұғалімдерге бөлек арналған. Кітапханамызға келген әрбір оқырманның алған кітабын оқырмандар формулярына жазып отырамыз, және де күнделікті келіп кеткен оқырмандарды біз өзіміздің күнделігімізге толтырып отырамыз. Мен сіздерді кітапхананың құжаттарымен таныстырып өтсем деймін. Алдарыңыздағы тұрған осы мектеп кітапханасының құжаттары. Бұл құжаттардың ішіне өздеріңіз білетіндей бұйрықтар мен басшылардың нұсқаулары, отчеттар, анықтамалықтар, яғни көркем әдебиеттердің анықтамалықтары, оқулықтардың анықтамалықтары, сонымен қатар мәліметтер папкасы, жылдық жоспарларымыз сияқты папкілер кіреді, және де біздің кітапханамыздың бір бөлігін құрайтын оқулықтар қоры. Оқулықтар қорының жиынтық кітабы, біздің қорымызға келіп түскен әрбір кітапты осы жиынтық кітапқа енгізіп отырамыз. Міне көрсеңіздер болады. Жыл бойынша жиынтық кітапқа енгізіп отырамыз. Осы оқулықтардың жиынтық кітабымен қоса бізде оқулықтар картотекасы да жұмыс жасайды. Мектептің кітапханасына түскен әрбір кітапты біз осындай картотекаға енгіземіз. Бұл картотеканың кітапханашыға тигізер көмегі өте зор. Әсіресе акт списания жасар кезде, мысалға, әрбір кітаптың қай баспадан шыққанын, және де қай жылы біздің қорға келіп түскенін білу үшін біз кітапқа қарай жүгірмей, әрбір құжатты көтеріп бастан аяқ көрмей, міне сынып бойынша бөліп қойғанбыз, аламыз, көреміз, қай жылы түскені, қанша дана түскендігі, қай бағада, және де қай уақытта осы біздің кітапханаға түскендігі көрсетілген, баспасына дейін көрсетілген. Осы жерден алып, өз жұмысымызды жүйелі түрде әрі қарай атқара береміз. Сонымен қатар кітапханамызда оқулықтар қорымен қоса, көркем әдебиеттерінде жиынтық кітабы бар. Жиынтық кітаптармен де уақытылы жұмыс жасап отырамыз. Сонымен қатар әрбір түскен көркем әдебиетті біз мынадай номер береміз, инвентарный номер береміз, сөйтіп инвентарный кітапқа тіземіз. Инвентарный кітабымыз, міне өздеріңіз алдарыңызда көріп тұрған шығарсыздар, бірінші номерден басталынғаннан, міне ең соңғы номерге дейін, міне біздің кітапхананың инвентарный кітапшасы міне осы. Бұл кітапша ең алғашқы, бұл кітапша 1996 жылы басталынған. Мектеп кітапханасы уақытылы мерзімді басылымдарға да жазылып тұрады. Атап айтсақ, Егемен Қазақстан, Казправда, Арай, Знамя труда, Қазақстан кәсіп одағы сияқты газеттерге, және де Асыл мұра, мұғалім кезет, озық тәжірибе, мектеп кітапханасы, және де кішкентай бүлдіршіндерімізге арналған мөлдір бұлақ журналдарына уақытылы жазылып тұрамыз. Кітапханамыздағы келесі көрме оқуға құштар мектеп, оқуға құштар ұлт деп аталады. Бұл көрмеміздің негізгі мақсаты
әрбір оқырманды кітап оқуға шақыру болып табылады. Бұл көрмеде ұлы ақынымыз Абай Құнанбаевтың кітаптары, және де Қабдеш Жұбановтың, Сайын Мұратбековтың, Жамбыл Жабаевтың, Мұқағали Мақатаевтың, сонымен қатар Мағжан Жұмабаевтың және де түрлі шетел әдебиеттерінің кітаптары орын тапқан. Қазіргі таңда оқуға құштар мектеп жобасы бойынша біздің кітапханашылар түрлі жұмыстар жүргізіп жатыр. Оқуға құштар мектеп жобасы бойынша біздің мектепте бір мұғалім, бір оқушы, бір кітап акциясы, сонымен қатар оқу сағаты және де руханият отбасылық клубтар ашылып жұмыс жасауда. Бұл клубтардың негізгі мақсаты оқырмандарды кітап оқуға шақыру, кітап оқуға баулу, және де біздің кітапханашылар ең бірінші осы жобаны жүзеге асырмастан бұрын оқушылармен бірігіп, оқушылардан арнайы сауалнама жүргіздік. Көп біздің мектебіміздің көп оқушылары негізгі көрке қызығушылығы көркем әдебиеттерге, әсіресе оның ішіндегі фантастика жанрына, және де драма жанрына, поэзия жанрына өте құмар екен. Өздеріңіз білесіздер, былтырғы жыл ұлы ақынымыз Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы еді. Осы 175 жылдыққа орай біз өзіміздің кітапханамызда ұлы ақынымыз Абай Құнанбаевқа шағын бұрыш жасап, және оқушыларға арнайы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Абай аманатта атты мақаласын оқушыларға арнап, шағын кітапша түрінде шығарып дайындап қойдық. Жоғарыдағы көрмеміз 1941 мен 1945 жылғы ұлы отан соғысына арналып жасалған көрме. Бұл көрмеміздің негізгі тақырыбы ерлер есімі ел есінде деп аталады. Бұл көрмеміз ұлы ақынымыз, батырымыз Бауыржан Момышұлының кітаптары орын тапқан. Кітапханамыздың келесі бұрышы анықтамалық басылымдарға арналса, келесі кітап көрмеміз «Менің елім Қазақстан», Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жылдығына орай жасалған кітап көрмесімен толықтырылып отыр. Сонымен қатар біздің мұғалімдерге арналған әдістемелік құралдар міне осы сөрелерде орын тапқан. Біздің кітапханамыз автоматтандырылған Mark-SQ жүйесімен жұмыс жасауда. Яғни Mark-SQ жүйесі бойынша біздің кітапханадағы барлық оқулықтар осы электронды жүйеге көшірілген. Электронды жүйе міне алдарыңызда тұр. Электронды жүйе негізінде 3 бағыт бойынша жұмыс істейді. Яғни бұл оқулықтар қоры, көркем әдебиеттер қоры және анықтамалық қоры осы электронды жүйеге көшіріліп, толығымен көшіріліп біттік. Кітапханамызда 681 электронды оқулықтар бар. Электронды оқулықтарды біздің кітапханамыздың оқырмандары, яғни мұғалімдер көптеп қолданады. Мұғалімдерге әдістемелік электронды құралдар, сонымен қатар көркем әдебиетке арналған Ғабит Мүсіреповтің мысалға «Ұлпан» романы электронды нұсқасы, және де жас оқырмандарымыз балаларға арналған ертөстік ертегілері осы электронды жүйеге көшірілген түрлері кітапханада табылады. Және де біз өзіміз арнайы кітапханашылар әрбір атаулы даталарға электронды видеолар жасаймыз. Осы видеоларды біз астыңғы бірінші қабатымыздағы теледидарда көрсетіп отырамыз. Сонымен қатар кітапханамызда бабалар жыры, халық тағылымы және де халық жырлары атты электронды оқулықтарымыз бар. Бұл электронды оқулықтардың оқырмандарды қызықтыратын бір жолы мына қаламсабы болып табылады. Осы қаламсапты оқулықтарға тақасақ, әрбір қаламсап оқулықты міндетті түрде өзі оқып береді. Міне, көрдіңіздер ме? Өте қызықты. Біздің балаларымыз осы оқулықты алып келгенімізде кітапханамызда өте қызығып, міне осы қаламсап арқылы осы кітапты алып оқыды. Өте қызықты. Біздің бір мақтанып айтатын жайтымыз, біздің кітапхана облыстық ең үздік кітап оқитын мектеп байқауында 3-ші орын иеленіп, ең үздік кітап оқитын мектеп атанды.
Қазіргі таңда біздің кітапханамызда кітапханаға кітап сыйла акциясы жүріп жатыр. Бұл акция бойынша әрбір бала өзінің үйіндегі оқып қойған кітабын кітапханаға әкеліп өткізіп, кітапханадан басқа кітапты алып оқуына мүмкіндік бар. Кітапханамызға бағытталған әрбір оқушы ең бірінші кітапхана ережесімен танысып өтуге міндетті деп ойлаймын. Әрбір кітапханаға келген оқырманымыз өз кітапхана ережесін міндетті түрде сақтайды және біледі. Мен сіздерді мобильді кітапханамен таныстырып өтсем деймін. Яғни яғни мобильді кітапхана арқылы шығармалардың электронды нұсқасын оқырмандар QR кодты сканерлеу арқылы оқи алады. Яғни әрбір оқырман өзінің смартфонына QR кодты жүктеу арқылы осындағы ақын жазушылардың кітаптарын оқи алады. Және де біздің оқырмандар осы QR код арқылы ақын жазушыларымыздың кітаптарын, атап айтсам, Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбегін, және де Абай Құнанбаевтың Мұхтар Әуезовтің Абай кітабын оқып жатыр. Және де мынау мына бағыт бойынша да қарап өтсеңіздер болады. Әбіш Кекілбаевтың Аңыздың ақыры атты кітабы, және де Мұхтар Әуезовтің Алдаркөсе әңгімелері, Ұлпан шығармалары, Менің атым Қожа сияқты кітаптарының осы сөрелерге орын тапқан, және де бұлар QR код арқылы оқитын мобильді электронды кітапхана болып табылады. Мектебімізде оқуға құштар мектеп жобасы аясында мектебіміздің екінші қабатында оқушыларға арналған оқулықтар бұрышы ашылған. Бұл бұрыштың негізгі мақсаты оқырмандарымыздың өзінің үзіліс уақытын 10 минут үзіліс уақытында келіп кітап оқуға болады. Яғни бұл жерде ертегі кітаптар және де үлкен жоғарғы сынып оқушыларына арнайы қазына аралы атты сияқты және де ұлы ақын жазушыларымыз Абайдың, Мағжан Жұмабаевтың, түрлі ақын жазушыларымыздың кітаптары орын тапқан және де осы жерден өздерінің үзіліс уақытын пайдаланып оқырмандар кітап оқиды. Мен Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп гимназиясының 3-ші А сынып оқушысы Кадимов Нұрисламбек. Мен сіздерге Мұқағали Мақатаевтың «Шеше, сен бақыттысың» деген әнін арнаймын. Шеше, сен бақыттысың, жыламағын, жай түсіп жатқанда да қормадың. Тәңіріңнен менен ой сұрағаным, сондықтан жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасыңдамын, өлмеймін мен өзіңде асындамын. Мен сенің қаныңмен жасында, өзім кебін тоз басыма, екі жыр жазсам саған дырларына, шеше деп жазым болды сөз басына. Тәңірім, кеше көрсін кесірімді, аспанға жазам сенің есіміңді. Шеше, сен бақыттысың, сен тербетемін қуат алда ерген бесігімді. Мен Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп гимназиясының 4А сынып оқушысы Тиханбекова Шыңғыс. Мен бүгін өзімнің оқыған кітаптарым туралы таныстыратын боламын. Бұл кітапты Роберт Брюс Стивенсон жазған. Бұл кітап қазыналы арал. Бұл кітап сондай керемет. Бұны түрлі қарақшылар қазыналы іздейді, бірге достарын шықтырмаға тап болады. Бірге бастарын сөз іздейді, бірге бастарын талай қызықтар өтеді. Олар қазынаны бөліседі. Олар неше түрлі алтын табады. Бүкіл елдің тиындарын табады. Ал келесі менің кітабым Генри Хаббарттың «Сүлеймен патшаның кеңесшісі» деп аталады. Бұл кітап сондай керемет. Бұл кітапты оқысаңыз ешқашан жалықпайсыз. Бұл кітапта Сүлеймен патшаның даналығы туралы, шытырманды қалай басынан өткізетіні туралы өте сондай қызықты кітаптар бар. Бұл екі кітаптың да мазмұны байлық туралы, қазына туралы, ал адамның басты байлығы ол денсаулығы. Бұл романдардың, кітаптардың жазушылары басты ойда осыларды